Так, ассалаумағалейкум. Мен Құдайберген Олайыр. Трейдинг бойынша 3 жылдық тәжірибеге ие трейдермін. Вот бұл онлайн курстың бірінші сабағы. Сұрақтарыңызбен басталсақ, иә? Алдын Тимотиус өзімізге сұрау беріп алайық. Трейдинг бұл не? Трейдинг бұл қаржы, яғни малияви базар, халықаралық малияви базар. Базардың 3 түрі бар. Форекс, крипто һәм акция базар. Декарынан трейдерлер Форекс базарында сауда қылады. Неге именно Форекс? Себебі бұл жерде діни тараптан қарамдар бар. Мысалы айтсақ, Форекс базар халал. Крипто базар харам. Акция базар 50-50. Енді түсіндіріп берейін сіздерге. Неге Форекс базар халал? Форекс базардан декарынан паралар. Мысалы, USD. XAU алтын дегені. USD бұл доллар. Мысалы, алтын көзге көрінеді, реал өмірде бар, ұсылай аламыз. Долларымыз сондай көзге көрінеді, реал өмірде бар, ұсылай аламыз. Криптоға келсек, ол крипто ешқандай көзге көрінбейді. Ол электронный пул. Дұрыс па? Акция базарларына келетін болсақ, акция базарларының көпшілігі де көзге көрінбейді. Яғни, мысал келтіретін болсақ, Apple, Windows, Microsoft. Дұрыс па? Мысалы, Apple-дің акциясын сатып алсақ, Apple iPhone істеп шығарады. Яғни, iPhone көзге көрінеді, реал өмірде бар, ұсылай аламыз. Сондай. Соның үшін акция базар 50-50. Кейін трейдерлер базар менен турдан туры байланыса алмайды. Біздерді брокер байланыстырады. Брокер бұл трейдердің базарда сауда қылуын тәмінлеу үшін қызмет қылады. Брокерлерге мысал келтіретін болсақ, XM брокер, XNS брокер һәм LibertyX брокер. Олар хақында әбден айтып беремін басқа темада. Трейдинг үшін керекті программалар. Trading View профессионал анализ қылу үшін. Investing.com базарды фундаментал анализ қылу үшін. Яғни, просто көзбен қарап шамалау үшін. MetaTrader 4-2-5 құлай сауда кіру үшін. Мысалы, құлай сделка позиция ашу үшін, құлай позиция жау үшін. Мынаны жазып, ярлап алу керек. Трейдерлер көп қолданатын терминдер. Біріншісі, әмеңізде естіген buy сатып алу, екіншісі sell сату. Үшіншісін айтуым шарт емес, английский risk тәуекел деген мәнін білдіреді. Slave деген бұл трейдерлердің көп қолданатын терминдері, сөздері. Трейдингде трейдер әмме пұлын базарда жоғалтуы. Мысалы, сіз $20 салдыңыз, $20 базарға минус қылдыңыз. Сізде ақша жоқ. Ол жағдай сіздер үшін slave делінеді. Позиция. Базарға buy яки sell кіру. Мысалы айтсақ, сіз 0-0. Сіз buy яки sellді бастыңыз. Демек сізде позиция бар. Бұны сделка деп те атайды. Take profit. Трейдер базарда болмаған уақытта белгіленген жерден пайданы алып шығады. Мысалы, сіз позиция аштыңыз, take profit қойдыңыз. Сөйтіп, сізде бір жағдай шығып қалды. Мысалы келтіретін болсақ, телефоныңыздың заряды азайып қалды деп. Сондай жағдайда take profitқа базар барғанда автоматик сол жерден сделканы жауады. Яғни сіз плюсте боласыз. Stop loss. Трейдер базарда болмаған уақытта slave болудың алдын алады. Бұл сондай. Take profit пен stop loss постоянно бірге жүреді. Сізде сделка бар, take profit қойдыңыз, һәм stop loss қойдыңыз. Базар take profit емес, stop lossқа барғанда, stop loss минуста сделкаңызды жауып жібереді. Егер stop loss қоймасаңыз, сізде базар түсіп кете берсе, сізді slipқа алып келеді. Stop loss бұл сізді slipтан құтқару үшін. Slip қылмаудың алдын алады. Мысалы, постоянно көремін мен. Көп жерде stop loss қоймайды, take profit'тен қоймайды. Бұл қате. Постоянно stop loss пен take profit қою керек. Мысалы, анализіңіз ұқсамай қалса, басқа жаққа кетіп қалса, stop loss құтқарады сол жерде. Кейінгісі lot яки объем. Базарға баланстың белгілі бір процентімен кіру. Мысалы айтсақ, 0.01. Бұл минимал риск делінеді. Одан төмен минимал риск жоқ. Тоғызыншысы risk reward. Бұл risk reward. Мәнісі жоқ, мен
өзім түсіндім, просто мен жақылау қылып жазып қойдым. Зиян һәм пайданы есептеу. Мысалы, позиция ашылған жерінен стоп-лоссқа шекінге аралықты 1 деп алсақ, позиция ашылған жерден тек стоп шеккен аралықты 4 деп алайық. Сонда 1-ге 4 соотношение еді. 1% зиян қылуымыз мүмкін, я болмаса 4% пайда қылуымыз мүмкін деген түсінік болады. Форекс базарында жаңалықтар бар. Ол жаңалықтар бұл форекс базарда күшті бай сел әрекетленеді. Жаңалықтар қалай пайда болады? Жаңалықтар тикарынан Федерал резерв орайлық банк шығарады. Жаңалықтар шығарудан мақсат базарды нормал ценаға қайтару. Мысалы, базар тым қымбатлап кетті, бірақ осы жерден өту керек емес болған үшін Федерал резерв жаңалық шығарады. Яғни нормал ценаға қайтару үшін. Тым түсіп кетсе, нормал ценаға қайтару үшін бай шығарады. Жаңалықтардың 3 түрі бар. Күшті жаңалық, орта дәрежеде күшті, жүдә күшсіз. Қазіргі танымал жаңалықтар non-farm. Әр айдың бірінші жұма күнінде 5:30-да, я болмаса 6:30-да шығады. Әр айдың жұма күнінде. Investing.com қазір. Investing.com базарды фундаментті анализ қылу үшін деген жерде Investing.com сол үшін арналған. Сол жаңалықтарды бай акцияларға қайта әрекетленуін алдынан білу үшін арналған. Бірақ ол шамалы. Екіншісі күшті жаңалықтардың бірі бұл FOMS. Federal Open Market Community. Бұл жаңалық Федерал резерв тарапынан шығады һәм қашан шығуы белгісіз. Олам жаңағы Investing.com'да белгі береді. Мына күні шығады, мынандай әрекетленеді деген шамаменен. Олам шама. Бірақ осы екі жаңалық кемінде 100 пип жүріп береді. Трейдинг һәм инвестинг. Алдын инвестинг не екенін айтып өтіп кетейін. Инвестинг бұл ұзақ уақыт сауда қылу. Трейдинг қысқа уақыт сауда қылу. Бұл жерде басқа мәнде айтылған. Ал инвестинг бір сәт сатып аласыз, һәм сол зат қымбатлайман дегенше тұра береді сізде. Ценасы түсіп кетсе де сізде тұра береді. Яғни қымбатлау уақытта арқайнап сатсаңыз болады. Мысалы келтіретін болсақ, машина алдық. Мысалы, машина алдық, һәм ол машинаның ценасы түсіп кетті. Бірақ ол машина сізден ешкім алып қоймайды, себебі оны сіз сатып алдыңыз. Қымбатлады, саттыңыз, үстінде қалғаны сізге плюс. Трейдингде ондай, мысалы, USD базардан минимал рискмен сатып алсақ, біздердің анализіміз ұқсамай, стоп-лосс қоймаса, ол басқа жаққа кетіп қалса, в общем, біздердің шотымыз слип боламан дегенше, ол жағдай бола береді. Сделка жауылмайды, слип боламан дегенше, стоп-лосс қоймаса. Вот сондай. Трейдинг қысқа уақытта, мысалы, күндік, аптелік, айлық сауда операцияларын әмелге асыру. Инвестинг көп уақыттан, 1 жыл, 10 жыл болуы мүмкін. Инвесторлар көбінше крипто һәм акциялармен шұғылданады. Себебі USD параларды бүтінлей сатып алуға в общем мүмкіндік жоқ. Трейд қылу үшін қандай технология керек? Расын айтсам, бұл күлгілі болуы мүмкін, бірақ просто телефон болса да өзі жетеді. Дұрыс, біреулер ноутбук, компьютер болуы мүмкін, бірақ ноутбук, компьютерлар анализді кеңілеу көру үшін. Оны телефонда істесеген болады, маған компьютермен ноутбук қолай болған үшін компьютермен ноутбукта істеймін. Ол телефонда тек қана сделка ашамын, MetaTrader 5-те. Оған басқа үшін керек емес. Трейдингдегі хақиқаттар. Бұны айтып өту керек, бұл әмме сабақта болады, бұда қамау керек. Трейдинг адамдар көп пұл табу үшін кіреді, бірақ олай болмайды. Себебі трейдингға стабиль дарамат шығу үшін алдын білім, дисциплина һәм тәжірибе керек. Депозит ақырғы орында. Есіңізде тұрсын, депозит ақырғы орында. Трейдинг әмме үшін емес. Себебі бұл тараудың біздің алып кету әмеңді күші жетпейді. Мысалы мен оқып отырған уақытта примерно 120 адам бар еді, 120 адамнан артық адам бар еді. Солардың тек 2-3 ғана біздің алып кете алды. Айта жағым, басқалар бұл тарауды қиынлығы үшін тасалаған болса, сіз қиын болған үшін басылуыңыз керек. Қанша уақытта үйрене аламан деген сұрауға былай жауап бере аламын. Мен
трейдингді үйрете аламын, бірақ трейдерлікті емес. Вот қашан дараматқа шығамын деген сұрауға былай жауап беремін. Ол әрбір адамның өзінің қолында. Мысалы мен көрдім, курсты бітіргеннен кейін уже бір айдан кейін плюске шығып кеткендер бар. 1 жылда шыққандарым бар, 3 жылда шыққандарым бар. 7-8 жылда жүргендерім бар соның өзінде. Мен өзім 2,5 жылда плюске шықтым. Тәжірибе жинап мен бастығымнан сразу депозит салдым, минимал депозит $15. Бірақ бір нәрсені ұмытпаң, болашақ трейдерлер бұл тарауды ақырына дейін әрекет етсе, бұл тарау трейдерлерді миллионлармен сыйлайды. Ол обязательно просто әрекет. Все. Бүгінгі сабақ қысқа болғанда ахмет бермең, бұл басылаңғыш сабақ, кейінгі сабақлар үлкен оқуға әрекет қылмақ. Меніңше жақсы түсіндіріп бере алдым деп ойлаймын. Егер сұрауларыңыз болса, Инстаграмнан, Телеграмнан қалайсаңыз звондап сұрасаңыз болады. Твое сердце, она не нуждается в папике. Как там,